Олар мені әкемнен айырды. Одан кейін анамнан айырды. Енді мен оларды бәрінен айырам. Мен енді мафия боламын. Ал дайындалыңдар, жексұрындар. Мафия әкесі сіздерге келе жатыр. Достар, мафия деген ойынды білесіздер ма? Көпшілігіңіз білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Өйткені кезінде бұл ойынды мен ататынмын. Қазіргі уақытта мафияның 3 бөлімі бар екенін барлығы білетін шығар. Мен осылардың ішінен тек 2-ші бөлімді ойнадым, және бұл бөлім шынымен де өте керемет әдемі жасалған. Ең ғана әрине бұл сюжет. Сюжет шынымен де өте қызықты және жүректі алады. Ал ойынның соңында жылап та жіберуге болады. Кейіпкерлерде бұл ойында жай ғана боттар емес, әрбір көрсеткен кейіпкердің өзінің қызықты оқиғасы бар. Барлығы да ойынның өту барысында ашыла бастайды. Мысалы, маған ұнаған кейіпкерлер бұлар Джо Барбара, Лео Галанте, Генри Томасино және әрине басты кейіпкер Вита Скалетта. Ойынның геймплейі туралы айтатын болсақ, ол орташа. Егерде мафияны GTA ойынымен салыстыратын болсақ, бұл ойында ондай көп мүмкіндіктер жоқ. Яғни мафияда дәл GTA сияқты үлкен ашық карта бар, бірақ бұл үлкен картада істеуге болатын заттар өте аз. Бұл жағы әрине минус. Карта қанша жерден жақсы, әдемі болып өз заманына сай болып жасалса да, ол ондай қызық емес. Менің ойымша, бұл ойында көбіне миссиямен жүрген қызығырақ болады. Айтқанымдай, ойын сюжетпен қызықты. Сол себепті солай шығар деп ойлаймын. Мен ойымша, ойынды толықтай бітіре алмаған сияқты шығарған компания. Бәлкім ақша түспеген шығар, ал бәлкім уақытына үлгермеген шығар. Біршама қызықты заттар ойынға қосуға болатын еді. Сол кезде ойын геймплей жағынан қызығырақ болар еді. Не болса да ойыннан шыққаны да рахмет. Өйткені қанша жерден минустар болса да, ойынды ойнау сонда да қызық. Маған мысалы машина тыңдап, ойында музыка тыңдау өте ұнады. Ал машинаның физикасы мұнда өте мықты жасалған. Мысалы, қарда, мұзда жүрсеңіз, сіздің көлігіңіз зырғанауы мүмкін. Міне осындай ойында қызықты механикалар бар. Сонымен қатар тағы ұнайтын зат бұл әрине озвучка. Мен орысша озвучкамен ойнаған болатынмын, және ол өте сапалы жасалған. Твою мать, Майк! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну, истерик. Знаешь, сколько сейчас химчистка Господи стоит? боже. Да хрена! И еще не факт, Ты очистит ли. заткнешься? Бүкіл эмоциялар барлығы да жақсы берілген. Маған кейіпкерлердің сөйлескенін тыңдау өте қызық болды. Графика жағын айтатын болсақ, өз кезіне, яғни 2010 жылға бұл керемет көрсеткіш. Есімде бар, кезінде осы ойынды көргенде мен графикасынан таңғалған болатынмын. Әрине қазір 10 жыл өтті. Мұндай графика қазір адамдарды таңғалдырмайтын шығар, бірақ кезінде бұл өте сапалы болған. Мен ойымша, қазірде бұл ойынның графикасын жаман деп мен айта алмаймын. Мен ойымша, Мафия 2 шынымен де керемет, басқа ойындарға үлгі болатын ойын. Айтпақшы, егерде білмесеңіздер, жақында Мафия 1-дің ремейкін жасайын деп жатыр. Мен де әрине бұл жаңалықты естіген болатынмын. Шыны керек, суреттеріне қарасаң өте керемет болайын деп тұрған сияқты. Әрине мен бұл ойынды күтемін. Достар, ал сіздерге қай мафия ұнайды? Комментарийға ұнайтын бөлімін жазып кетіңіздер. Ал осымен келесі кездескенше, бұл мультабзорға лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, ал сау болыңыздар.